Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Достық ауылындағы тұрғындардың шағымы бойынша көтерілген мәселе дәл осы көшедегі, дәл осы үйлердің жанында тұрған авариялық жағдайда болған электр бағаналары мен тозған тоқ желілерін ауыстыру өз шешімін тапты. Кеше апаттық жағдайдағы бағаналар толықтай жаңартылып, сымдар қауіпсіз стандартқа сәйкестендірілді. Бұл жұмыс бірнеше бағыттағы әрекеттердің нәтижесі болды. Тұрғындардың өтінішінен кейін Қаратұрық ауылдық округ әкімдігі арқылы Алатау жарық компаниясына ресми депутаттық сауал жолданды. Сонымен қатар қауіпсіздік талаптарының бұзылуына байланысты мәселе аудандық прокуратураның бақылауына жіберілген болатын. Асыл рахмет бауырым, рахмет. Елдің бәрі риза болып жатыр, бала шағаң қызығын көр. Машинасы бар екен. Yani maşinası yani kazık kadar. 1-2 saatten bitedi. Amaç koca. Elektrikli berliğe. Aytlar işlep atır yani. Давай. Осы ортақ жұмыстың нәтижесінде мәселе қысқа мерзім ішінде шешімін тапты. Халықтың алғысын жеткіземін. Мемлекетке рахмет. Атқарылған жұмыстар бюджеттен қарастырылған қаржы мен қажетті техникалық жабдық есебінен орындалды. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Аман болыңыздар ағайын.